Губыға қойден да, малапан? Анан. Ой, Мухито, сәлем. Так. Фарида өрінге айта қош, апай кірді деп. Көсін Гүлдар әпкеге жаза қойсын. Балапан, сен Гүлдар әпкеге жаза салшы. Қалайсың, Мухито? Бәріне қайырлы кеш, қалдеріңіз қалай? Сіздерді бүгін көргеніме өте қуаныштымын. Кәшін! Дәреншік сәлем. Мен даусым естіліп тұрма. О, рахмет, Мухито, рахмет. Ой, Абушка, сәлем, жаным. Қалайсың? Так, ой, балапан кеш. Давай мынаны алып тастаймыз. Так, сәлеметсіздер ме? Гүлнар, жаным, сәлем. Так. Бақан шарыстар, мен үстімде Сакария университетінің толстовкасы. Менде де бар. Бұйырса сіздерге сәттілік тілеймін конкурста жеңіп кетуге. Рахмет барлықтарыңызға. Қазір бүгін біз эфирді Гүлдар әпкемен өткіземіз. Енді ол кісінің менен көрі айтары өте көп. Ол кісі докторантурада оқып жатыр Түркияда, Мимар Синан университетінде. Өзінің студенттерімді көріп жатырмын. Қалайсыздар, мына сұрақтарыңызды қойыңыздар. Барлықтарыңызға жауап беруге тырысамыз. О, Диан, сәлем. Так, Гүлдар әпкені күтіп жатырмын. Ол кісі бізде Түркияда сағат 8 болды. Сіздерге бұйыртса Түркиядағы өмір, қандай жұмыстарға орналасуға болады, Түркияға келгеннен кейін жеке карьераңызды қалай бастауға болады, Түркиядағы өмір салты, оқу. Вау, әпке, қалайсыз? Қазір біздің Гүлдар әпкемізбен тәжірибесімен бөлісетін болады. Ол кісі қазір Сакарияда тұрады, Седат ағайымыздың жары. Оппа. Гүлжайна, сәлем. Кірді. Әпке. Әпке. Қазір сіңілім. Әпке, сіз... Так, о, Гүлдан әпке. О, Арбол. Жани. Сөйлей бер сіңілім. Аузы боқ қалмасын. Окей, әпке. Так, барлығына қайырлы кеш, қалдеріңіз қалай? Мен бірінші өзім таныстырып өтейін. Есімім Нұргүл Саясатқызы, көргендеріңізде Білім Стейшн парақшасы және Махаббат Стейшн парақшаларының жетекшілерінің бірі. Бүгін эфирде қонақта Гүлдар әпкеміз. Енді барша көпшілікке танымал бірі Түркиядағы бізге жол көрсетіп, әрқашан қамқор болып жүрген әпкелеріміздің бірі. Сол, енді Гүлдар әпкеміз қазіргі таңда Мимар Синан университетінде докторантурада оқып жатыр, етерлік сынавынан өтті. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі Седат ағайымыздың жұбайы, домбыра курсының жетекшісі Седат ағай қаншама қазақ студенттердің тәуелсіздік болсын, басқа да үлкен елшілікке байланысты көптеген Қазақстан және Түркия арасындағы көпір десе болады ағайымызды. Сол себепті бүгін сол кісінің әдемі де жары, сұлу музасы Гүлдар әпкемізді шақыруға тура келді. Сол бүгін... Ой, жаным, сіңілім, көкесі айналып кетейін. Менің мына Нұргүл деген сіңілім тағы бір таныстық қойын. Менің де кіріп жатырған оқырмандарыма. Құрметті, біздің Нұргүл екеуміздің оқырмандарымыз бүгін сіздерге арнайы бола. Менің де оқырмандарым көп сұрайды. Оқуға байланысты сұрақтар. Енді оқуға байланысты сұрақтарды сен жақсы білесің ғой. Бұл сферада
қаншама жыл жұмыс істеп келе жатсың, иә, Нұргүл сіңілім. Нұргүлді таныстырып кетеді. Атыраудың тумасы, өзім сияқты кіші жүздің қызы, өте еңбекқор, өте грамотный қыз. Егер оқуға байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, құрметті менің оқырмандарым, тікелей деген Нұргүл сіңілімнің аузынан естіңіздер. Қаншама жастарды оқуға түсірді, осы Түркияғашы грантқа түспей қалған қаншама бағысынған жастарды деген осы жаққа әкеліп деген оқытып жатыр. Шынында Сакария университетіне Нұргүл, жалпы мына Түркиядағы білім туралы өзің айтып кете ғой көкесі. Бізде де потому что докторантурада білесің, иә, магистратура бакалаврға қарағанда оқу жеңіл. Біздер бір жылда сабағымызды алып шығамыз, одан кейін тек қана мақала жазу, диссертация жазу, иә. Енді сіздер кәдімгідей с нуля бәрін оқыдыңыздар ғой, ше. Осы туралы мына оқырмандарға айта кет көкесі. Иә, рахмет, Гүлдар әпке. Енді барлықтарыңызға белгілі, Сакария университетін біз Білім Стейшн парақшаларында жарияладық. Көбісі бізде грант сұрайды, бірақ грант деген енді екінің біріне бермейтін бақ қой. Себебі неге? Себебі Түркия бурсларымен ғана грантта оқи аласыздар, оны ескерте кеткен жайт. Және Түркия бурслары білесіздер, жылда өзі бір-ақ рет қана қабылдау болады, башпурлар дейді. Сол кезге үлгересіздер. Егер сіздің барлық құжаттарыңыз сәйкес болып өтіп жатсаңыздар, сізді бірінші және екінші турға собеседование шақырады. Егер өтпесеңіздер, ешқандай мұңаюдың қажеті жоқ. Біз сіздерге түсуге көмектесеміз. Сакария университетінде жалпы Түркияда білім алу өте қолжетімді. Бірақ та қазіргі таңда көптеген алаяқтық дейін ба, не десем болады, көптеген компаниялар оқуға түсіреміз грантқа деп, көптеген студенттердің ата-аналардың көз жастарына қалып жатыр. Оған өз басымыз куәгер болдық. Енді қазір атын атап түсін түстемей қойық, бірақ Сакария университетін мен неге кеңес беремін сіздерге? Себебі мен ол университетте өзім оқимын. Қазіргі таңда Сакария қаласында 3 жылдан астам уақытымды өткіздім. Қоғамдық шаралар болсын, студенттік өмір болсын, жатақханасы керек па, барлығын енді өзім басқасында жүргеннен кейін мен сіздерге сенімді түрде 100% айта аламын. Сол себепті Сакария университетіндегі жалпы орталама оқу ақысы ең төменгі бағада 75 мың, 65 мың теңге. Қазір теңгемен Лераның курсына байланысты сол графикалық дизайн. Сіңілім, бұл 75 мың, сен тез, сен енді мен сіңілім деген не қой? Жаңағы деген, не дейтін, суырып салма деген, не дейтін еді, Құдай-ау, тілім деген ұшына түсір. Аратыр дейді ма? Мен қаншама дебаттарға қатысып, ана көшбасшы деген сондайлардың бәріне қатысып деген аратыр, өзі сөз бермейтін шешен. Мына 75-80 мың теңге ол жылына ма жоқ семестрға? Семестрға әпке. Семестрға. Получается, Сакария университетіне түскен жастар жылына 200 мың теңгеге жетпейтін платный оқи алады, иә? Иә, мамандыққа өзгереді. Себебі неге? Ең төменгі графикалық дизайн болатын болса, ең қымбаты стоматология 450 мың теңгеге дейін, 350 мың теңгеге дейін бағасы қымбаттады. Және әрбір шетелдік студенттерге квота бөлінеді. Сол себепті квотаның бакалаврға, магистратураға, докторантураға әртүрлі. Например, Қазақстанға международный отношениеге 4 квота берілетін болса, оның барлығын енді бүкілі ұтады деп айта алмаймыз. Неге? Себебі неге сіздерге бәрінде қызық болып тұрған шығар, неге осыншама төмен бағасы оқудың деп. Бұл мемлекеттік университет болғаннан кейін ғана Түркиядағы жоғары университеттердің 70%-ын мемлекет өзі қамтамасыз етеді шетелдік студенттерге оқу ақысы қолжетімді болу үшін деген мақсатта. Сол себепті Қазақстанға деген квота беріп отыр, иә, мысалы, Қазақстан квота беріп отыр. Қаншама студент оқып жатыр бұл жаққа, неге обмен немен келіп жатыр, иә? Академический мобильностьпен келіп жатыр, Мевляна, әртүрлі Сакария университетінің көлемінде Аль-Фараби программалары бар, Мевляна программасы бар, Erasmus бар. Енді шыны керек, оқимын деген, ізденемін деген әрбір жас талапкерге жол әрқашанда ашық. Сол себепті алданбай, әрқашанда іздеп, білетін, көретін, сол жақтың өмір салтын көрген адамдармен жұмыс істесеңіздер, ешқашан пишман өкінбейсіздер дейді ғой, бір сөзбен айтқанда. Енді сіңілім қараңыз, ЕТБ-ға биыл тапсырды ғой, жастар биыл тапсырды, өзіміздің таныстарымыз да тапсырды, иә? Олар түспей қалған жағдайда мына жаққа келіп өздері документ тапсыра алмайды, иә? Осындай менің оқырмандарымның ішінде де көпші, қалай Сакария университетін тапсырсақ болады депші, соған сіздер жол көрсете аласыздар ма?
олар енді келгеннен бастап осы жақта документтерін туралауға көмектесіздер ма, ол қалай болады? Сосын жатақхана жайлы да айтсаң. Так, жатақханаға келетін болса, енді біз білім стейшн оқу орталығы сіздерге сіздердің место жительства дейді ғой, место жительства алуларыңызға, икаметті алуға көмектесеміз, жатақханаға немесе пропискаларыңызға, аэропорттан күтіп алып, өзіміздің барлық перевод гид дейді ғой, гид болу қызметтеріміз, сіздердің оқуға шақыртуларыңыз, языковой курсқа орналасуыңыз, даже менің қазіргі таңда студенттердің жұмысқа орналасуына дейін өзім басқасында как екінші аналар ретінде жүрдім. Себебі әрбір келетін студент мен үшін аманат, біреудің көзінің қарасы мен ағы дейді. Сол себепті аманатқа қиянат жасамау үшін әрқашан барлық студенттерімді қанатымның астына алып, әртүрлі қоғамдық шаралар болсын, даже Гүлдар әпкенің өзінің үйіне отбасылық қонаққа да апарған студенттерім болды. Енді маған менің білім стейшнға келетін болсаңыздар, мен қолымнан келген барлық қызметті ұсынамын, және оның сапасына. Енді оқырмандар қараңыздар, білім стейшн не деп жатырған шығарсыздар? Білім стейшн онлайн түрде құрылған арнайы осы Түркия мемлекетінде оқуға орналасуға көмектесетін бағдарлама, онлайн мектеп. Бұлар деген, егер сіздер именно осы білім стейшнге хабарласатын болсаңыздар, сіздің ана Қазақстанға жатып алып, сол жақтан шақыртуларыңызды да жібереді. Сіздерді аэропорттан күтіп алып, осы жаққа келіп тіл курсына тапсырғызады. Икаметпен жүру өте қиын. Өзіміз бас кезінде деген штраф төлеп, қаншама просрочка өтіп кетті. Неміз жаңағы прописка ала алмай жүрдік, иә, бізді үйтіп жетелеп жүретін ешбір деген адам қасымызда болған жоқ. Бұл қыздар деген қаншама тәжірибе жинағаннан кейін бас кезінде тегін істеді. Енді білім стейшнның да өзінің талаптары бар, өздерінің талаптары бар, оны да қазір айтатын болады. Яғни сіздер деген танымайтын айдалаға келген кезде сіздерді жетелеп жүретін бір онлайн мектеп болшы. Так что деген оқуға Түркия бурсларына түсіп түспеу ол шанс қана. Түркия бурсларына түспей қалған жағдайда міндетті түрде мен сіздерге ұсынарым. Білім стейшнға Нұргүл сіңілімнің парақшасына, болмаса білім стейшнға подписаться етіп қойыңыздар, бәріңіздер. Ана үйде отырған балаларыңыз болса, көршілеріңіз болса, я, соларға да айтыңыздар, ойлаңыздар. Білге бір университет, мемлекеттік университетте семестрі 70-60 мың теңге деген су тегін ғой, былай қарасаңшы. 70 мың теңге. Біздің жастар Қазақстанда 70 мың теңгеге бір сессияны жабады. Бұл жақта ақша зиятты беру деген, баға қойдыру деген ондай нәрсе жоқ. Иә, Нұргүл, айта ғой. Иә, енді жатақханаларға келетін болса, 2 кісілік жатақхана 35 мың теңгеден басталады, 28 мың теңгеге бар. Ол ақшаға сіздің 2 мезгіл тамағыңыз кіреді, трансфер кіреді, жатақханадан университетке кейін апарып келу автокөлікпен. 35 мың 28 мың теңге аралығында. Одан кейін ол курстың ішінде, ол жатақханада әртүрлі курстар бар, өзіңізді дамыту мақсатында. Енді 2 кісілік бөлмеде қалам дейтін болсаңыз, онда 55 мың теңге. Сәйкесінше сіз 2 кісілік немесе 4 кісілік, 3 кісілік болған сайын бағасы да соған қарай өсе береді. Мемлекеттік жатақхана мен частный жатақханалардың дәрежесі бірдей. Оны білім стейшн парақшасына көрсеңіздер болады. Мен өзім тұрып жатқан және олардың оқып жатқан жатақханаларын көрсеткен болатын. Енді жоқ, жатақхана тұрмаймын, мен квартирада тұрам десеңіздер, Унигарден деген біздің университетімізде қалашық бар студенттік, сол жерге тұрсаңыздар болады. Ол жақта айлық төлем дейді ғой, айлық төлем 65 мың теңгенің көлемінде. Сіздің оның ішіне комуслугаңыз, интернетіңіз, сіздің трансферіңіз барлығы осы ақшаның ішіне кіретін болады. Сол себепті мархабат квартира десеңіздер, жатақхана десеңіздер, барлығына біз біздің магистратурадан кейін докторантураға қабылдай ма дейді. Міндетті түрде қабылдайды. Бізде Қазақстаннан магистратура бітіріп келіп, ол жақта докторантура жалғастырып жатырмыз. Енді сіңілім, магистратурадағы сабақтар қаншалықты қиын? Бакалаврлар, сенің енді қасында оқып жатырған бакалаврдағы студенттер бар ғой, оларға сабақ қаншалықты қиын болып жатыр? Түрік тілін үйрену қиынға соқты ма оларға? Түрік тілін оқу қиынға соқпайды. Неге? Бірақ енді біздің студенттердің салғырттықтары деп айтсақ болады. Кейбірде көшенің тілін, көше сокак тілі дейді ғой, түрікшені, разговорный тілді бәрі екінің алады, бірақ академиялық дәрежеде мақала жазу үшін, кітаптардың содержаниесін шығару үшін көптеген
ғылыми түрде жұмыс істеу керек. Сол оқу Қазақстандағы оқу жүйесімен салыстырғанда жер мен көктей. Сабақтың қиындығына байланысты 4 күн деп ұйықтамай кездеріміз болды. Біздің бұл жақтағы ходжалардың дейді ғой, мұғалімдердің білім беру сапасы, ол кісілердің студенттерге деген көзқарасы, подходтар бәрі енді еуропалық стандарттарға сәйкес. Бұл Сакария университетінде ходжалардың көбісі Кембридж, Гарвард, Американың ең үздік, әлемнің үздік топ деген университеттерін бітіріп келген. Сабақ қиын, бірақ қазақтар әрқашан алда жүрген, көш басында жүрген. Сол себепті егер оқимын десеңіз, ешқандай қиындық жоқ. Уақытылы оқып, уақытылы тапсырмаңызды орындап, өзіңізді әрқашан дамытатын болсаңыз, қиындықтың соқпайды. Мен өз басында орталама дейді ғой, GP менде 400 üzerinden 4. Сол себепті менде болған GP сізде де болатынына 100% кепілдік беремін. Және бакалаврда сабақтар ең зорлы және истеклі дейді ғой, сечмелі деген дәрістер бар, таңдайтын. Бұл жақта графиканы өзіңізге мұғаліммен таңдап отырып өзіңіз қоясыз. Әпке, онда сіз де білесіз, бізде аптада 3 сабақ немесе 4 рет болады күніне ше. Аптаның понедельниктен пятницаға дейін сабақ болады деген нәрсе жоқ. Өзіңіз ыңғайлы уақыттарыңызға сәйкесінше қарап қойып аласыз. Ең басында бірінші семестрде сізде 8-9 сабақ болуы мүмкін, магистранттарда, ал бакалаврда 12-13 сабақ болуы мүмкін. Сол себепті ешқандай қиындық тудырмайды. Томер бар, языковой курс, сізде А1-ден Қазақстандағыдай бірінші курстарға ғана жатақхана беріле ма дейді. Жоқ, жатақхана бәріне беріледі. Жалпы деген жұмыс жасайтындарға да деген жатақхана беріледі. Бұл жақтағыдай бірінші курс, екінші курс деп бөлмейді. Бакалаврда сабақ қалай дейді? Бакалаврда сабақ қиындау болады, бас кезінде түсінбейсіз бір семестр бойы. Сол себепті языковой курста Томерде оқып жүрген кезде өзіңіздің мамандығыңыздың сабақтарына қатысу керек факультетіңізде. Бұл Сакарияда, например, Сакария емес, Түркияда, Қазақстанда бір Казгу болса, немесе бір UIB болатын болса, барлық факультет соның ішінде, ал бізде бір зданияның ішінде. Ал бізде Сакарияда әр факультет әр жақта орналасқан. Сол себепті өзіңіздің сабақтарыңызға қатысыңыз, мамандығыңызға уақытыңызды босқа өткізбеңіз. Әртүрлі қана түрік тілін үйреніп қана қоймай, әртүрлі курстар бар, адамды өзін жетілдіретін. Тамақ курстары керек па, домбыра курсы керек па, гитара курсы, спорттық бокс керек па, американский футбол. Сол себепті оқимын, ізденем деген адамға барлық жағдай жасалған. Араб тілі, француз тілі, ағылшын тілі, даже университеттің мешіті болғаннан кейін енді ойлай беріңіз дәрежені. Сосын мына жерде Сакария деген біздің студент болып ауысып кеткен сондай өжет, білімді, ақылды қыз дейді. Ой, кетіп қалды, айып етпеңіздерші. Енді қараңыздар, жаңа Түркия бурсларының жауаптары келіп жатыр деді. Негізде Түркия бурсларының әлі жауабы келген жоқшы. Мен сізге келген жоқ, келген жоқ, ол өтірік ақпарат. Келген жағдайда да мен деген Түркия бурсларының сайтын қарап шыққанмын. Осы кеше ғана қарап шықтым. Қазір карантинде ешбір жер Түркия бурсларының өзі жұмыс істеп тұрған жоқ. Еще 20 ертеңнен бастап 25-не дейін карантин, ешқандай халық көшеге шықпайды. Сол себепті қалған ақпараттарға сенбеңіздер. Мен қазір магистратурада оқып жатырмын, Түркияда. Алла қаласа дипломымды алам, теза шамасындамын диссертацияның. Әпке, сіз нені айтсаңызшы? Түркияда, например, бізде магистратурада сабақты да, диссертацияны бәрін бір жылға қойып тастайды ғой. Мына жақтағы оқудың артықшылықтары, сіздегі докторантура мен магистратура затен ұқсас. Қалай енді? Сіз білдей бизнесменсіз, бүкіл нәрсені енді иіріп алып отырсыз ғой, әпке. Бүкіл нәрсені шыны керек, сізде пысықтық та бар, білім де бар, талант та. Көп адамдар айтады, Түркияға келіп біз жұмыс істей аламыз ба, жұмыс таба аламыз ба. Даже әпке, сіздер таланттарыңыздың арқасында тойға шығып жүрдіңіздер, концерттер, жұмыс табу қалай, өмір сүру, өзіңіздің. Енді қараңыздар, мына жерде жастар сұрап жатыр, сіздің қызметіңіз қанша дейді, оның бәрін эфирдің соңында Білім Стейшн парақшасынан білсеңіздер де болады. Егер құпия болмаса, бұл жерде де айтсам болады. Нұргүл, чтоб деген оқырмандар білетіндей. Оқырмандар білетіндей. Так, егер шынымен енді оны былай істейік, Нұргүл, оны
былай істейік, иә. Мына жерде біреуі деген сынап отырады, біреусі деген яғни сөйтіп отырады. Сол себепті деген өздерінің қызметтерін Білім Station парақшасының жекесінен сұраңыздар. Мүмкін сіздерге деген жаңағы отбасылық жағдайларыңызға қарай адам қойшы, отбасылық жағдайларыңызға қарай скидка жасауы мүмкін, бірақ ойламаңыздар, бұл нәрселердің бәрі тегін деп. Неге дейсіздер қойшы? Біздер келген кезде біздің маңдайымыздан сипап тұрып ешкім күтіп алған жоқ. Ана прописканың өзін жасатудың өзі деген италик, енді қиынның қиынышы. Одан кейін жаңағы жатақханаға орналасқан кезде де сіздерді деген условиясы бар жерге орналастырып береді, Нұргүлдерші. Так что деген Білім Стейшнға міндетті түрде жазыңыздар, оқуға байланысты сұрақтарыңызды. Мен Сакарияда тұрғаным, мен Сакария университетінде білім алған емеспін, бұл жердің системасын білмеймін. Енді жаңа докторантураға байланысты сұрақ қойып жатсыздар ғой, иә? Түркия мен Қазақстанда докторантураның системасы бөлек. Қалай дейсіздер ғой? Мысалы, докторантура Қазақстанда 2 жыл беретін болса, 2 жылдың ішінде сен 3-ке оқы, 4-ке оқы, ілініп салынып, сол докторантураны бітіріп шығасың, иә? Қалай да қорғап шығасың. Түркияда ондай емес. Магистратурада да сондай. Мысалы, біздерге докторантураға деген 4 жыл беретін болса, иә, біздікі уже 5 жылға кетті. Магистратураның негізгі несі Қазақстанда 1,5-2 жыл болатын болса, Түркияда жүріп сен 3-4 жылда бітіресің. Қалай? Ол сенің білімің жетіп тұрма, етерлік сынавы деген докторанттарға, ол сен докторант болуға лайықтымысың? Сен алған сабақтарыңа деген, осы алған сабақтарыңды деген жетіп білесің ба? Сол емтиханнан өткеннен кейін барып сен диссертация жазасың. Қазақстанда система басқалай. Түсіндіңіздер ғой? Мен балам врачқа оқысы келеді, түрік тілін білмейді, не істейді. Яғни бұл жердегі сұрақ, түрік тілін ешкім білмейді. Түрік тілін ешкім біліп келмейді. Сіздің түрік тілін білу міндет емес. Сіз Түркияға келген кезде томерде ағылшын тілінде алсаңыз да болады, түрік тілінде алсаңыз да болады, қалаған тілді қосып алып жүрсеңіз болады. Так, қандай мамандық жақсы деп ойлайсыз дейді. Енді әркімнің таланты, әркімнің қабілеті әртүрлі. Сол себепті сіз бізге жекеге маған хабарласыңыз. Мен сіздің уже психолог болып кеттік қой. Сіздің барлық қабілеттеріңізге қарап, мен сізге кеңес беремін. Қазіргі таңда өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі Қазақстаннан государственное управление, международные отношения, международная логистика, туризм, стоматология. Туризм. Иә, осы мамандықтарды өте көп. Одан кейін... Енді қараңыз, стоматологияға біздің Қазақстанда тіпті алтын белгілерінің өзі де үміткер бола алмай жатады. Сол себепті Сакария университетінде стоматология бөлімі бар. Сол стоматология бөліміне қатты қымбат емес Қазақстанның бағасыменші. Осындай нағыз керек мамандықтарды алыңыздар. ОБТ керек емес бұл жаққа. ОБТ кітап бізге керек емес. 11-ші класс аттестаты. Енді бұлай, Нұргүл, бұлар ОБТ тапсырмады, 11-ші класстың аттестатын алып келді, бұлар едісі деген сынапқа кіреді ғой, емтиханға кіреді ғой бір. ЕОС деген. Енді біз ол экзаменнің барлықтарына өзіміз көмектесеміз. Егер шынымен түсем, оқиын деген бала болса, біз өзіміз байланысқа шықсын, барлығын түсіндіріп береміз, не керек екен, бізге тек қана аттестатын берсін. Болды. Қалғанын барлық. Міне қараңыздар. Мына жерде оқуға байланысты сұрақ қойып отырған жастар, негізінде шетелдік азаматтар да мына жаққа келіп оқуға тапсыратын болса, Сакария университеті болсын, Түркияның басқа да қалаларына оқуға тапсыратын жағдайда ЕДС, ЙОС деген, яғни иностранцтарға арналған арнайы емтихан бар, иә? Сол емтиханға кірмей-ақ та аттестаттарыңызбен оқуға түсіріп берейін деп отыр. Ол деген енді нечто, оны деген ешкім істей алмайды. Былай қарасаңызшы, сіздерге үлкен мүмкіндік. ЕТБ тапсырмайсыздар, тек қана мектептен алған аттестаттарыңызды, болмаса колледждан алған дипломдарыңызды, болмаса университеттен алған бакалавр, магистратурадағы дипломдарыңызбен келе бересіздер. Қалған жұмыстардың бәрін Білім Station бітіріп берейін деп отыршы. Бұл деген енді чудо ғой просто. Рахмет, әпке, рахмет. Аттестат неше болу керек? Аттестатта желательно 3 болмаған жақсы, қаншалықты 5 болса, соншалықты енді жақсы. Мамандықтарыңызға байланысты оқитын 3 болмаған дұрыс. Әр кетсе 2-3 болсын, одан артық болмасын. Одан кейін ОБТ керек емес, аттестат айттық. Сакария университетінен алған дипломмен сол жерде қалып жұмыс істеуге бола ма? Даже Сакария университетінің дипломын алмай-ақ та жұмыс істеуге болады. Алсаңыз тіпті жақсы, бұл халықаралық стандарттарға сәйкес
диплом. Енді әлемнің Америка болсын, еуропалық стандартымен сәйкестендіріп 30 Түркияның ең үздік университеттерінің қатарына кірген. Сол себепті жаныңыздың қалауына қарай бүкіл халықаралық компанияларда жұмыс істей аласыз. Ол сіздің қабілетіңізге Енді Түркияда оқимын деген жастарға бүкіл жағдай жасап қойған. Жастар оқуға түсу деген жоспарларыңыз болып жатса, Түркияда деген сіздердің тамақтарыңыз тіпті 150 теңге ма, 160 теңгеге ма, первый, второй, десерт бәрін жеп шығасыздар. Я жатақхананың өзінің условиясы біздің мына недегі университеттегідей жатақханалар емес, бәрінің условиясы бар. Әр бөлмеде деген душ, туалет бәрінеден бар. Сосын іші де соңғы технологиялармен жаңа евроремонтпен жасалған жатақхананың өзі деген енді пятизвездочный отельден кем емес. Бір жылда түрік тілін үйрене аласыз. Бір жылда деген африканскің өзі 5 айда деген сайрап шығады. Оның қасында біздің тіліміз түркі тілдес халықтардың тілі болғаннан кейін түрік тілі бізге өте оңай келеді. Бірақ оңай келеді екен деп андай мынандай жағдай бар. Қазақтарда біздің тіліміз деген түрікшеге ұқсағаннан кейін біздерге оңай сияқты көрінеді де, біздер деген сосын несерьезно қабылдаймыз да. Бұл менің өзімнің басынан өткен дүние. Қалай болды? Төмерде оқып жүрген кезде африканс кәдімгі ол деген кез келген тілді с нуля үйренген кезде, мысалы ағылшын тілі қазақ тіліне ешқандай да ұқсамайды, ағылшын тілі ешқандай да ұқсамайды. Сен прямо оны с нуля үйренетін болсаң, сен әдеби түрде үйреніп шыға аласың. Ал біздер қазақтар мына жақта жүрген кез келген қазақтың түрікшесін алсаң да, біздер қазақи акцентпен сөйлейміз. Сосын біздер кез келген дыбысты қазақ әрпіне ауыстырып жібереміз. Сол себепті Төмерге келген кезде оңай екен. Ол Төмерде сіздерге мераба, benim adım Гүлдара деп, оның бәрі бізге скучно болып келеді. Честно говорю, Төмерде А1, А2 қазақтарға скучно болып келеді. Сабақта отырған кезде даже оқығың келмей қалады. Бірақ ондай жағдайда оқығым келмейді деп қарамаңыздар. Серьезно қараңыздар. Алфавиттің өзіне серьезно қараңыздар. Иә. Журналистика мамандығы дейді. Так. Так, қандай сұрақ? Әпке айта беріңіз. Әпке Тезіран Иниязды бітіріп Түркияға журналистика магистратураға түсуге бола ма? Әрине болады. Әпке, жұмыс істегісі келетін, өзінің бизнесін дамытқысы келетін студенттерге мотивация беріңізші. Көбісінің ойлайды, мен мына жаққа келіп жұмыс таба аламын ба, активист бола аламын ба деген сияқты. Біздікінде енді қараңыздар. Соларды айтыңызшы. Қазақстанда жүрген студенттерге қараған кезде шетелдегі именно Түркияда жүрген жастар өте шустрый болады. Қалай? Олар жан-жақтан информацияны алады. Олар деген бәріне үлгереді. Қай жерде перевод жасау керек, переводқа да болады. Потому что олар деген не только түрік тілін меңгерген, олар деген ағылшын тілінде сайрап тұрады. Одан бөлек орыс тілі. Сен Қазақстандағы шала орысшаңмен Түркияға келші, кез келген жерге сен переводчик болып жұмыс істей аласың. Кәдімгі сабақты оқып жүріп, бір жерде акиматтың бір жерінде бір международный конференция болып жатса, университетте бір международный конференция болып жатса, міндетті түрде орыс тілді қазақтарды іздейді. Ондай жұмыстар Нұргүл өзің талай жұмыстарды істеді ғой. Талай жастарды конференцияларға апардың, қатысты. Сол себепті деген, мына жаққа келген кезде сіздер әке-шешеден ақша сұраймын, қалай күн көремін деген дүниемен бас қатырмаңыздар. Адаптация етіп алғаннан кейін, уже кішкене болса да түрікше үйренгеннен кейін жан-жағыңа қарайсың. Бір жерге барып деген сен официант болып келесің. Официант болған кезде тағынан кешкене тұрмайсың. Парт-тайммен жұмыс істейсіңдерші. Бір 5 сағатқа, 3 сағатқа барасыздар да қалтаңызға деген білмеймін 5.000 теңге, 10.000 теңгелеріңізді салып келесіздер. Түркияда аяқ аттаған жерде жұмыс істеймін деген адамға жұмыс толып жатыршы. Тем более сіз түрікше білесіз, орысша білесіз, ағылшын тілін деген Төмерде тіпті жақсартып алсаңыздар да болады. Енді қараңыздар, мен қаздокторантурада оқып жүрмін. Сіздерге мотивация болсын деп айтайын, Не только мен, бакалавр оқып жүрген студенттер бар. Нұргүлдің парақшасына жазыңыздар. Нұргүлдің сосын Білім Стейшн деген парақшасы тұр, мына жердеші. Сіз тапсыруға бола ма? Болады. Айтып тұрғын, Нұргүл деген сіздердің аттестаттарыңыз, дипломдарыңыз болып жатса, біздер сіздерге шешіп береміз жұмысты депші. Сакария деген Стамбулдан 1-1,5 сағаттық жер, өте керемет жер. Нағыз студенттердің білім алатын жері. Әпке, сосын көп студент айтады, мен
Сакария, Стамбулда, бәрі Стамбулда оқығысы келеді, бірақ Стамбулдың айтыңызшы, уақытыңыз бірінші жолға кетеді, трафикке, екінші өмір сүру салты қымбат. Енді Сакария мен Стамбулда айырмашылық студенттер үшін салыстырмалы түрде айтып беріңізші. Енді жастар айтайын, менің 5 жыл уақытым Стамбулдың тура ортасында өтті. Стамбулда саған жатақхананы, сен грантқа түскен жағдайда жатақханаңды бәрін береді қаланың орталығынан. Бірақ сенің алатын, мен грантта оқыдым да, ол алатын стипендиям тіпті жүрмек түгіл тамағыма да жетпейді. Потому что Стамбул өте мегаполис қала, үлкен қалашы. Ол жерде сенің бір обедіңнің өзі 5.000-6.000 теңгеге шығады, я. Сенің кітапханаң бар, одан кейін жаңағы интернетің бар, мына жақта сим-карта деген өте қымбат. Сенің интернетіңмен ақшаң кетеді. Ал Сакарияда не проезд кетпейді. Сенің тамағың университетте 160 теңгеге ішкен тамағымен күндіз бойы тоқ жүресің. Одан кейін завтрагы бар, я. Яғни Сакария деген вот именно жастарға білім алатын керемет қалашы. Еще деген сен Стамбулға барып деген жұмыстарыңды бітіріп келсең болады. Мысалы, көбі Стамбулға келеді ғой, көбі Стамбулға келеді, қазақтардың бәрі. Келетін адамдарды қыдырсаң да, гид болып жұмыс істесең де, товар жіберсең де, яғни Сакария тиіп тұрған қала Стамбулға. Стамбулда оқимын деп үміттенбей ақ қойыңыздар. Стамбулға только грантқа түскен жағдайда оқи аласыздар. Иә. Қазір енді біз Сакария университетімен жұмыс істеп жатырмыз, басқа университеттерді алдағы уақытта қосамыз. Сол себепті барлық ақпаратты Білім Стейшн парақшасына салатын боламыз. Одан кейін Б1, Б2 экзамен тапсырып, Томерге тапсыра алам, түсе алам ба, университет жалғастырам ба, әрине жалғастыра аласыз. Егер Томерге келіп, 400 лираңызды төлеп, экзаменді Б2, G1 дәрежесін алсаңыз, ешқандай проблема болмайды. Менің өзім, например, Сакария мен Стамбулдың ортасында жүрем ғой, әпке өзі біледі. Үнемі сол себепті кетіп қаласың, келесің деген сияқты. Сол себепті Стамбул мен Сакарияның артасында ешқандай қиыншылық жоқ. Карабукке жақын, өте жақын. Содан кейін тағы не дейді? Сакария деген тура Анкара мен Стамбулдың тура ортасында тұрған қала. Стамбул мен Анкараның тура ортасындағы қалашы. Қай жаққа барам десең де, Анкараға барам десең де, Стамбулға барам десең де, тіпті Измир, Анталияға барам десең де, тура орталықта тұрған қалашы. Так что деген Сакарияны деген ойламастан келіңіздер. Мына 9-дан кейін 11-ші класс бітіріп келсең болады. Транспортта транспорт. Стамбул мен Анкараның, Стамбул мен Сакарияның арасында? Жоқ, вообще транспорт қымбат қой, бензин қымбат, проезд қымбат, біз Қазақстан сияқты емес такси. Енді қараңыздар, Стамбул деген қымбатшылық, Стамбул деген шын айтсамшы грантқа түскен жағдайда шансы бар адам үшін өмір сүргенге жақсы. Әрине, Стамбул деген өте әдемі қала. Бірақ Сакарияда тұрған Нұргүл өздерінде Құдайдың құтты күні Стамбулда жүресіздер ғой. Аптаның соңында Нұргүл деген Сакарияда отырмайды. Сакарияға оқуға түсесіздер, сабақтарыңызды аласыздар, сіздерде таңнан кешке дейін сабақ болмайды. Сабақ біткеннен кейін, пожалуйста, суббота, воскресенье Стамбулға барасың ба, Анкараға барасың ба, Каппадокияға барасың ба? Сосын мына жерде деген арзан турлар көп. Түркияны қыдыртатын Сакарияда неше түрлі деген турлар көп. Я, маған жазасыздар, маған және Білім Стейшнға. Қараңыздар, қазір кезетте бакалавр дипломын сол жерде қосымша жұмыс ретінде мектепте жұмыс жасауға бола ма, ағылшын тілін мұғалім ретінде дейді. Бұл жақта ресми түрде сен, тем более мына жақта магистратура оқып жүріп, ресми түрде сен мектепте кіре алмайсың. Тек қана платный школдар бар, платный частный школдар бар. Я сол школдарға ағылшын тілінің маманы болып кіре аласың. Мына жақта мен тағы бір сестренкім бар, өзі деген ағылшын тілін сайрап тұрады, Жанияшы. Жания қосымша садиктерде деген ағылшынша сабақ береді. Репетиторлық жұмыс жасайды. Сіздің ағылшын тіліңізбен не только мектепке барып сізден таңнан кешке дейін жұмыс істегенше, одан да ағылшын тіліңізбен сіз репетитор болып деген түріктің балаларына сабақ бересіз. Бір жағынан түрікшеңіз дамиды, екінші жағынан ақшаңыз табасыз. Так что деген жұмыс проблема емес. Я еще Жаня айта кететін, ол макияжды өте керемет жасайды. Біздің Махаббат Стейшнда Love Storyға келген әрбір клиентті бояп жүрген ең үздік мастерлеріміздің бірі. Әпке өзіңіз де білесіз ғой. Даже сіздің яғни Сакарияда оқып жатырған қай студентті алма өзінің бір тауып жатырған напақалары бар.
бәрінің үшін Нұргүл енді білдей бір білім стейшнның бастығы деп қояйыншы, Нұргүл сіңілім, не только білім стейшн, сонымен қоса жаңағы махаббат стейшн деген тағы бір проектісі бар. Ол жерде love story-лар түсіреді. Мысалы, Қазақстаннан деген жас үйленіп жатырған жастар келетте Каппадокия, Памуккале, Стамбулға келіп деген love story түсіріп кетеді. Оның бәрін самолетке билетін күтіп алу, шығарып тасталу, ең профессиональный деген видеограф, фотографтарды жалдап алған Нұргүл деген керемет бизнесменка өзі. Ойнамаңдар десеңші әпке. Иә. 9-дан кейін барсақ бола ма дейді. Жоқ, 9-дан кейін келе алмайсыздар. 9-дан кейін деген Түркияда колледж емес, 9 деген бұларда лице. Лице деген ойлаңыздар, 9-шы класс, ол деген 9-дан кейін бұл жақта ешқандай колледждарға қабылдамайды. Ол сен уже 11-ші класты мына жақта получается жалғастырасың деген сөз. Так, еще енді мына жақта меслек оқу дейтін бар. Меслек оқу деген 2 жылдық. Например, ол скорыйда не дейді, әпке? Фельдшер дей ма? Сондайлар оқи аласыз. 2 жылдық диплом алып шығасыз, бірақ ол дейтін қатты дәрежесі өте. Ол маман емес, ол мамандық ретінде диплом емес. Ол деген сіздерге одан кейін бәрібірде жалғастыру керек болады. Так что 9-дан кейін қабылдап жүрмеңіздер білім стейшнға. Ертең қиын болып қалады. Ол алған диплом Қазақстанға барған кезде бір маман иесі болып шықпайды ше. 11-ші класстан кейін алған аттестат қана жарайды. ИОСқа кірген жағдайда ше. Рахмет барлықтарыңызға. Так, әпке, домбыра курс жайлы айтайық, тойлар жайлы айтайық. Мына жақта тоқта, мына жерде оқуға байланысты айта салайық. Колледж бітірген болсашы дейді. Колледж бітірген болады. Колледж бітірсеңіз, сіз уже нені бітіріп тұрсыз, 11-ші класстың программасын бітіріп тұрсыз. Колледждің дипломымен сіздер деген бакалаврға тапсыра аласыздар. Бакалаврға тапсырасыздар. Мен ағылшын бітірдім, магистратура басқам. Я таңдай аласыз, ол өзіңізге байланысты. Қатып қалған бір система жоқ. Журналистика мамандығы. Біз журналистика болсын, жаңағы медицинский мамандықтар болсын, біз қазіргі таңда туризм болсын, мен достармен интервью алып жатырмын. Алдағы уақытта салатын боламыз. Сол себепті әр мамандықтың қыр-сырымен бөлісетін өзінің белгілі мамандарын шақырамыз. Сол себепті және басқа да видеоларымыз бар, білім стейшнда және YouTube каналымызда, соған қарап көрсеңіздер болады. Біздің барлық ақпарат сол білім стейшн парақшасында нақты жазылған. Түрік тілін қаншаға оқытасыз? Кстати, түрік тілін мен дейтін жазда бір сұраныс өте жоғары деңгейде болып, мен түрік тілін маманы емеспін, мұғалім емеспін, әпкесі де білесіз. Бірақ көптің сұранысымен мен жазда 30-40 шақты баланы оқытқан болатын, интенсивті және групповой. Енді өткенде мен өзімнің немді бердім. Өзім тегін кім оқығысы келеді, карантинде пайдалы бір көмегімізді ұсынайық деп адамдарға Б1, А1 және Ж1 дәрежелерінде барлық видео слайдтар, презентациялар, кітаптар, барлық словарлар бәрін бердім. Енді оқын деген кісілерге мархабат, мен оқыттым. Енді осы 1-2 күн турсында көптеген хаттар келіп жатыр. Нұргүл, түркше үйретіңізші, оқытыңызшы деп. Қазір 2-дің бірі түркше оқытады ғой. Бірақ көреміз, мен қазір әлеуметтік жобалармен айналысып жатырмын. Отбасы аз қамтылған балаларға біз достарымызбен тегін түрік тілін курстарын оқытып жатырмыз. Енді көреміз, алдағы уақытта қалай болады, не болады, барлығын өзіміздің парақшаға салатын боламыз. Кезінде түсем деп тұрғанда көрекем зырға сауал келесіз. Иә, Гүлдан әпке, келіңіз тағы да түсем десеңіз, с удовольствием күтіп аламыз, оқытамыз. Оқудың ертегесі жоқ дейсің ғой, Гүлеке? Оқудың ертегесі жоқ деген емтихан. Сен ұшып келіп жатырсың, осы апта сайын ұшып келіп жатырсың Түркияға деген, келіп деген бір емтиханын тапсырып кетесің, тапсырмаңды аласың, Қазақстанға кетесің, так что деген сен де Сакарияға оқуға түсіп кет, Гүлеке. Иә, бәрін шақырамыз. Кітап просто супер, Нұргүл әпке. Рахмет, алтыным, Алла зейіндеріңізді ашсын, әрқашан қолымыздан келген бар ақпаратты беруге тырысамыз. Кенде Гүлдан әпке екеуміз 4 күнде баяғымыздан су өтіп тегін жүгіргенбіз кезінде, айтыңызшы әпке. Қабылдайды. Неше балаң болса да қабылдайды. 5 балаң. Осы жақта да Қазақстанның жастары бар, 5 баласы бар, жамиғаттан келген. Солар 5 баламен оқып жатыр. Танысымшы, Бурса қаласында 5 баласы бар, оқып жатыр. Так что деген тапсырып ал, Гүлеке.
Не ол саған деген білдей бір бизнесменкасын келді Сакарияға келіп деген Нұргүлге тапсырып кетті. Нұргүл экзаменнің бәрін шешіп береді ол ше. Иә, так что оқиын деген адамға есік ашық, блогерлік байланысты оқу бар ма? Халықлы ilişkiler бар, солында оқысаңыз болады. Негізінде мына мамандық сұрап отыр ғой, шу. Мамандық сұраған кезде сіздер біреудің мамандық кез келген адамның қабілетіне қарай мамандық алып таңдау керек ше. Мысалы сіздер деген қазір біздер айтқанмен международный отношения, туризм, я юрист болсын, мейлі ол деген қандай ұлтаралық ilişкің бар, басқасы бар ше. Бірақ сен оны алып жүре аласың ба? Өзіңнің қабілетің. Мен мысалы сен деген стоматологиядан ешқандай хабарың жоқ болса, ешқандай колледжда медициналық деген білім алмасаң, сен келіп стоматологияға келіп оқып кетуің қиынға түседі ше. Яғни Нұргүл бұларға білім стейшнға келген кезде, ақпарат берген кезде міндетті түрде қабілетіне қарай факультет таңдатуға тырысып кетесің. Сон қалай айтамын, біреу дейтін автоматизация управления, например, барлығы математикаға қабілетті емес, біреу немесе гуманитарныйға, біреу техникаға. Сол себепті әркімнің қабілетіне қарай көмектесеміз. Оқуға тіркелер. Мысалы, кино және театр факультеті бар ма дейді? Сакария университетінде, кажется, театр жоқ, иә? Жоқ. Бұл өнер факультеті, бұл менің оқып жатырған Мемарсинан Гюзель Санатлар университетінде жақсы, ең керемет университет. Бірақ ол жерге шетелдік азаматтар грантқа түсуі қиындау болады ше, и иностранцтарды көп қабылдай бермейді. Қабылдаған жағдайда Түркия бурсларының грантымен түсуге болады ше. Әпке айтыңызшы, Түркияға грантқа түсуге бола ма дейді. Тек қана Түркия бурслары, қалған компания. Негізінде Түркия, мына жердегі жастарға айтайын, Түркия бурсларымен де грантқа түсуге болады. Түркия бурсларымен мен 3 жыл жүріп грантқа түскенмін. Бірінші жыл түскен жоқпын, өткені бірінші жыл заявкаде қате кетті, екінші жыл тапсырдым, тағы түспедім, үшіншісінде түстім, я. Егер үміттеріңізді үзбей, бір қателікті екінші рет қателікті жасамай тапсырып, 3 жыл күтем, 2 жыл күтем десеңіздер, грантқа түсуге болады. Потому что Түркия бурсларына грантқа түсу деген қатты қиын емес. Ол тек қана сіздің GPI балыңызға и жаңағы регистрацияны дұрыс толтыруыңызға байланысты, и мотивациялық хатыңыз, сіз туралы беретін рекомендационный письмо, мінездеме, я, соларыңыз бәрі дұрыс болып тұрса, екінің бірі түсіп жатыр. Даже троечниктің өзі түсіп жатыр. Просто ол шанс. Бұл шанстан өтіп жатсаң жақсы, өтпесең вариант жоқ, Сакарияға келесіңдер, қыздар, жігіттер. Әпкесінің мамандықты сұрап жатыр. Менің мамандығым өнертану музыкавед, мен музыкада оқимын, докторантурада. Қазір деген емтихандарым бәрі бітті, тек қана тез ашамасы, диссертация қорғау ғана қалды ше. Фармацевт мамандығы бар. Биотехнология бар. Туризм мамандығы айттық. Туризм мамандығында бойынша біз алдағы апта не шығарамыз видео. Полный туризм мамандығын бітіріп, қазіргі таңда халықаралық үлкен бір компанияда жұмыс істеп жатқан өзіміздің досымыз бар, Сакария университетінің түлегі. Сол кісінің интервьюін күтіңіздер. Сол кезде ол сізде Түркия бурсларына жылына бір-ақ рет не ашылады, заявка ашылады. Ол уже өтіп кетті. Январь-февраль айларында, яғни? Иә, өтіп кетті, уже февральдің 20-сында бітті. Тағы не айтамыз? Ой, менің оқырмандарым қаяқта, мына жақта деген ештеңе жазбай жатсыздар деген, сіздер үшін мен бүгін білім стейшнді шақырдым. Өзінің проектідан проекті қолы босамай жатыр, мына Нұргүл сіңілімніңші. Ой, әпке, сізге де. Профессордың оқуы қанша дейді? Не дейді? Оның барлығын бізде простистен қарау керек, біз қазір дезинформация бермей ақ қойын. Халықаралық қатынастар мамандығы бар ма сіздерде? Бар. Международные отношения, международная логистика, государственное управление барлығы бар бізде. Қазіргі ең сұранысқа ие мамандықтардың бірі туризм және осы жоғарыда айтып кеткен мамандықтар. Практика туралы, практика мынақта теория мен практика әрқашан бірге жүреді, айтыңызшы әпке, иә мында? Сабақтар. Сосын логистика бар, әрине бар. Көптеген мамандықтар. Дәл қазір қандай мамандықтар сұраныста? Айттым, мен жаңа жоғарыда. Халықаралық журналистер қандай жұмыс жасайды, ол мамандық бар ма сіздерде дейді.
сол халықаралық международный отношениям бітірген менің подругаларым жүр қойшы. Жай әшейін ешбір жерде жұмыс істеп жүрген жоқ. Ана сіздер атына бола деген мамандық таңдамаңыздар. Никогда. Мысалы қазір архитекторда, мысалы керемет жұмыс, я? Нефтяной деген керемет. Егер сен мықты нефтяник болатын болсаң, прямо шетелден білім алып келген нефтяник болатын болсаң, Ақтау, Атырау, мынау не только Қазақстан, я? Любой мұнайдың несіне кіре аласыздар. Яғни деген жастар, сіздер деген мамандықтың атына қарай деген өзіңіздің мамандықтарыңызды таңдамаңыздар. Прямо ол мамандық сізге ақша әкелетіндей, сіз ақша төлеп тұрып деген шетелден білім алайын деп тұрғаннан кейін дұрыс мамандықты таңдай біліңіздер. Так, неге услугаларыңыз қымбат дейді? Услугаларымызға барлық қызмет кіреді. Ол біздің қызметті ұсынған сапаны сіз басқа компанияларын таба алмайсыз. Егер табатын болсаңыз, енді мына жерде былай айтып жатыр. Менің оқырмандарым, міне, Әселия қалайсыз, Айсұлу қалайсыз? Сәлеметсіз бе? Балам 8-ші сынып оқиды. 11-ден кейін Түркияға түссе деп ойлаймын. Экзамен қай кезде тапсырады дейді. Иншаллах 9 әлі деген 2 жылы бар екен. Сол себепті деген Түркия бірінші Айсұлу ханым Түркия бурсларына тапсырыңыздар. Түркия бурсларына түспеген екінші вариант ол білім стейшн. Қазір мысалы Түркия бурсларына түсіп түспеуі екталай. Неге? Қазір карантинде бүкіл жерде кризис бар, я? Түркияда деген шетелдік азаматтарды деген шетелдік студенттерді қамтамасыз етпеуі де мүмкін. Өйткені кеше жаңалықтарда да айтып жатыр. Қаншама деген гуманитарлық көмек көрсетіп жатырмыз, я? Яғни экономикаға, мына Түркия мемлекетінің экономикасына әсер етіп жатыр. Сол себепті биыл шетелдік студенттерді аз алады. Сол үшін Түркия бурсларына қатты үміттеніп қалмаңыздар. Халық әліне бөлімі консерватория бітіргенмен жұмысқа орналасуға бола ма дейді. Болады. Тоқтаңыз, халық әні дәстүрлі әншілік өнер, жаңа халық әнін бітіргенсіз Қазақстаннан, бірақ Түркияда сіз докторантураны оқимын деп тұрсыз ба? Мен түсінбедім сіздің сұрағыңызды. Жұмыс қай жерден іздеп жүрсіз? Қосымша курстарда орыс тілінен сабақ беріп жұмысты болады, міндетті түрде болады. Менің украинка подругам орыс тілі керемет суда ендіші. Сол қазір деген арнайы центр бар, жаңағы түрік тіл үйренетін курста орыс тілінен сабақ беріп жатыр. Егер орысшаңыз керемет болатын болса, Сакариядан да сіз деген орыс тілінен сабақ беретін курстар таба аласыз. Стамбулда ең мықты университеттер бар ма дейді? Универлер әрине бар. Боғазычы университеті бар. Стамбулда деген қаншама керемет университеттер бар. Стамбул университеті 1453 жылы ашылған. Ең алғаш ашылған Жұмыреттің несінде дөнемінде керемет университет. Ол жерде бүкіл мамандық бар. Сен жаңа театрды ізде, стоматологияны ізде, журналистика, бүкіл консерваториясына бар. Сосын Түркияда бір қызығы қыздар жігіттер, Түркияда, мысалы біздерде деген медициналық бөлім именно Асфендиярда бар. Мысалы деген Казгуда жоқ қой, мысалы стоматология деген бөлім Казгуда жоқ, мысалы ше. Түркияда ондай емес. Көп университеттерде, мысалы деген қараңыздар, Стамбул университетінің өзінің стоматология бөлімі бар, факультеті, консерваториясы бар, журналистикасы бар, яғни и гуманитарлық, и педагогикалық бүкіл нәрсені қамтып кеткен Түркиядашы. Яғни, егер өнерге байланысты деген оқуға тапсырғыңыз келсе, мен деген сіздерге совет берер едім, Мемар Синан университетін таңдаңыздар деп. Жақсы. Сіздер деген кез келген университетке Түркия бурсларсыз ақта түсуге болады. Қалай? Сіз өзіңіз аяғыңызбен келіп, дөнемде деген юрттышы өреншілерге, иностранстарға контейжн ашылады. Мысалы, Ерлан ағай деген грантта оқып жатыр. Стамбул университетінің грантында оқып жатыр. Считайте, это университетінің именной гранттары иностранцтарға бөлінетін, ол жылына 2 рет ашылады. Жаңағы Стамбул университетінде ашылады. Мен қызық болды. Ең бірінші келген кезде мен Мемар Синан университетіне түскен жоқ, мен Стамбул университетіне түстім. Сол жердің университеттің грантын ұтып алдым. Ұтып алдымда ол университет оқыған жоқпын. Қалай? Потому что, во-первых, оның стипендиясы арзан. И Түркия бурслары мені алып та Мемар Синанға ауыстырып жіберді. Түсіндіңіздер ма?
яғни оқимын деп ізденген адамға деген Стамбулда да оқу бар. Бірақ оған түсіп түспеуіңіз шанс әрине. Стамбул университетінен бурслармен түсуге болмайды дейді. Әрине болады, егер бағыңыз шауып жатса. Эфирді сақтаймыз. Тек жұмысқа орналасуға дейді әпке ана қалғаны. Ондай жоқ қой. Түркияда ма? Иә, Түркияда қалғаннен сабақ беруге, иә. Қалғаны, қазақтың қалғанын оқысаңыз, сіз содан білім алған болсаңыз, Түркияға келіп қазақтың әнін ешкім не істемейді ғой, тыңдамайды ғой. Кімге сабақ бересіз ше? Түркия бурсларына деген бағдарлама 2 жыл қатарын тапсырдық, бірақ қабылдамады дейді. Иә, ол бақша мама, әпкен өзі 3 рет тапсырып қабылдап отыр. Сол себепті көп сеніп қалмаңыздар. Керемет, Гүлдар апай, сізге рахмет. Әпке, рахмет үлкен сізге. Керемет эфир. Рахмет. Сіздерге де рахмет. Яғни, Түркия бурсларында сіздерге Түркияның бүкіл қаласынан университет шығып тұрады. Сакарияда шығып тұрады. Түркияның бүкіл қаласындағы университет тізімі шығып тұрады. Сіздің таңдаған мамандығыңызға байланысты ше. Сіз бірінші болып қай университет таңдайсыз? Бастапқыда 3 университет таңдайсыз ғой, сол 3 университетке түсу мүмкіндігіңіз жоғары. Біздерде жастар қалай істейді ше? Алатта Стамбул, Анкара, үлкен қалалардан жаңағы Измирден, сондай үлкен қалаларды алатта таңдап алады да, ол жерге конкурент көп. Мысалы, кім болса да Стамбулда оқысы келеді, кім болса да Анкарада оқысы келеді, конкурент көп, сол үшін түспей қалады. Сол себепті сіздер кішкентай Сакария, жаңағы Бурса деген қалаларды таңдау керексіздер. Егер сіз Түркия бурсларына тапсырған жағдайда, алдағы уақыттағы айтып жатырмын сіздерге ше, Түркия бурсларына тапсырған жағдайда Стамбул мен Анкараны, Измирді таңдамаңыздар. Адана, Бурса, Сакария, Қожайелі, Измит деген сияқты қалаларды таңдаңыздар. Я, Нұргүл, сіз жалғастыра беріңіз, мен сіздің ойыңызды бөліп жіберсем кешіріңіз. Ой, жоқ әпке, сіз барлық ақпаратты беріп жатсыз ғой. Сіздікі енді на высшем уровне әпке, барлығын түсіндіріп жатсыз. Енді барлығына қарапайым тілде. Так. Түркия бурсларына қашан қабылдауға болады дейді? 2021 жылы қабылдайды, иә, әпке, февральда. Қазір Түркия бурсларына уже қабылдамайды, өтіп кетті. Тағы не бар? Ал кейін не істейміз, қандай документтер болу керек? Документтер жайлы. Енді қараңыз, 90 күн қазақстандықтарға, Қазақстанның азаматтарына 90 күн визасыз жүре аласыз. Яғни 3 ай жүре аласыз. 3 айдан кейін сіздің бір күніңізге де штраф төленеді. Сіз бір күн просрочка болатын болса, сіз міндетті түрде штраф төлейсіз. Оны төлемеу үшін сіз 3 айға жеткізбей, уже 90 күн емес, 80 күнге келген кезде, даже заранее жаңағы неден, Göçe Dairesi дейді, пропискаға отыратын жерден рандеву аласыз. Рандеву алған кезде сізге міндетті түрде уақытша пропискаға тұратын бір адресті көрсету керексіз. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, сіз қазір біреудің үйінде съемный квартирада тұрып жатсаңыз, сол хозяиннан сіз деген осы жерде тұрып жатыр деген қағазды аласыздар. Содан кейін ол жерге сигорты керек болады. Сигорт, страховка керек болады. Страховканың бағасы да 300 лираң, яғни 20 мың теңгенің көлемінде страховкасы. Сіз деген бір жылға турист болып ұзарта аласыз. Жаңағы визаңызды бір жылға ұзарта аласыз. Ондай қатты деген ақша қажет етпеді. Ол жаңағы не? Туристік нелерге шы виза. Иә. Стамбул университетіне өзіңіз барып ақылы оқысақ бола ма дейді. Енді қараңыздар. ЙОС 7-сі деген емтихандар бар, я? ЙОСтан өзіңізге сенімді болып оқуға түсе алам дейтін болсаңыз, оқуға болады. Бірақ мына жақтағыдай 60-70 мың теңге емес, ол жақ қымбат. Одан кейін ЙОС 7-сі деген емтихандарға өздеріңіз кіру керек болады. Мына жерде Сакария университетінің ұтып тұрған нәрсесі, олар бүкіл нәрсені өздері істеп беріп отыр. Нұргүлдер өздері істеп беріп отыршы. Бұлар деген енді университеттің ректораттарымен тікелей керемет жұмыстарын бітіріп беріп жүр ғой, Нұргүлдерші. Связдары керемет ендіші. Так.
Екінші рет магистратураға бола ма дейді. Екінші рет магистратураға түсуге болады, бірақ грантқа сіздің, Марал апай, сіздің жасыңыз деген грантқа деген болмайды. Бірақ сіз жаңағыдай, Нұргүл, енді сіз ренжімеңіз, иә, білім стейшнында мен деген жұмыстарын айтып жатырмын. Бірақ мен мына жерде оқырмандарым да сұрап жатыр. Сіздер деген өзіңіз Түркияға аяғыңызбен келген жағдайда, жаңағы именно семестрлар ашылып жатқан кезде гранттар бөлінеді шетелдіктерге ше, солардың сол оқуларға тапсырып көре аласыздар. Ол жерге мысалы биыл біздің танысымыз түсіп кетті. Түспей қалған жағдайда вариант келесіздер, Сакарияға оқисыздар. Кстати, Сакарияға да, бірақ біз барлығын ала бермейміз. Неге? Әртүрлі мамандықтарда контент-жан болады. Сіңірлі дейді ғой, бір мамандыққа 3 орын береді, бір мамандыққа 4 орын деген сияқты. Қазір бізде стоматология уже толып қалды. Сол себепті басқа мамандықтарда хабарласыңыздар, сұраңыздар. Бізде орын саны шектеулі. Қымбат болғанда университетінде дейді. Стамбул университетінің өзіне сайтына кіріп қарасаңыз болады. Сол жерде Жоқ, қымбат деген кезде, мен Сакариямен салыстырып отырмын, Қазақстанмен салыстырған кезде кәдімгідей арзаншы. Стамбул, негізі Түркияда даже мемлекеттік университеттердің өзі платный оқыған жағдайда арзан болады шы. Менің мемарсына да танысым, менің группаласым, докторант шы, сол деген семестрна 2000 лираға оқыды, докторант. Семестрна 2000 лира деген 140 мың теңге. Жылына получается 300 мың теңге докторантураны шы. Біздерде докторантура деген жылына 300 мың теңге невозможно. Мүмкін емес ол нәрсеші. Яғни Түркияда, бірақ сіз оны платный тапсыру үшін емтиханға кіресіз. Шетелдіксіз ғой. Емтиханға кіресіз, одан өтіп жатқан жағдайда сіз платный оқи аласыз. ЙОС, ЕДС деген емтихандарға кіріп, кәдімгі белгілі бір платныйға тапсырудың өзіне де емтиханға кіресіз. Мысалы, Ерлан ағай деген тоже консерваторияда керемет оперный әнші, біздің танысымыз бар, Нұргүлде таниды. Сол кісі деген керемет әнші. Енді ше, Түркия бурсларына тапсырған, жасы жетпей, жасы асып кетіп түспей қалды да. Түспей қалды. Сөйтті де Стамбул университетінің консерваториясына барып, жаңағы Түркияның ОСЕС Түркия дауысына қатысып деген ол жерде де жүлделі орын алды. Так что деген түсуге де мүмкіндіктер бар. Мадина әпке жазып жатыр. Қыздар, сәлем, я тоже хочу в университет. Әпке, давайте, мен айттым ғой сізге, өзіңізге берсе көмектесеміз, контент жана нені басталсын оқуға қабылдау. Сол кезде сізді міндетті түрде түсіріппіз. Енді Нұргүл, сен айтып жатсың, жаңа біздерде кейбір мамандықтарға деген орын саны шектеулі депші. Сол мына жерде деген оқырмандарға да айтып кетіп, что болады деген үміт болмасын, үміт беретіндей қылтыпшы. Мысалы, мына жерде стоматология оқитындарға деген орын бар ма? Қазір жоқ. Біз стоматология уже лимит толды бізде. Уже уақыт аз қалыпты. Давайте, кім оқығысы келеді, шынымен де Түркияға оқимын, білім аламын Сакария университеті десе, онда келіңіздер, хабарласыңыздар, біз сіздерге толық ақпаратты береміз. Жатақхана барлығы білім стейшн парақшасында ақпарат берілген. Сол себепті қазір стоматология лимит жабылды, қабылдамаймыз. Медицина түгелде тек қана қазір медсестра, гинекология, сол мамандықтарға орын. Керемет мамандық қой олар деген, гинекология, медицина деген тіпті деген жақсы ғой. Жастар, оқыңыздар, ана білім стейшн парақшасына жазылып тұр деген, қайта-қайта деген Нұргүлден сұрай беріңіздер. Мен Гүлдар апайдың деген оқырманымын деп маза бермеңіздер. Так что деген Сакарияға келіңіздер, Сакарияға келіп жатсаңыздар, әлі талай эфирлерге бірге шығатын боламыз. Рахмет. Менің оқырмандарыма скидка жасасын енді. Гүлдар апкеден деп айтыңыздар. Менен келген оқырмандар болып жатса, білім стейшнына міндетті түрде жазылыңдар. Одан кейін жақсылап скидка жасап бер. Жалғастырыңызшы деп жатыр, аяқта көрермендер сізге. Ал жалғастырайық енді.
көрермендердің бір ауыз сөзі ғой енді. Иә, мен кірейін. Кіріп қайттан не істейміз? Эфирге қайттан кіреміз, жарай ма? Рахмет парақтарыңызға. Камна эфирді сақтаймыз. Мен кірейін, мен сені эфирге шақырайын. Кішкене мен жоғарыда отырайын енді бір жолы. Бәріңізге рахмет, сау болыңыздар, Аллах разы болсын. Қазір кіреміз. Ал, қазір қайттан кіреміз. Сақтап қой мына эфирді.